Күнделікті үйде қолданатын заттардан пирог жасаймыз. Начинканы өзіңіздің қалауыңызша жасауға болады. Менде бүгін овощной пирог болды. Ең алдымен 750 грамм ұнды ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін оның үстіне 170 грамм сұйық май, 250 грамм ыстық кипяток құямыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхлительді салып, барлығын ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып шығамыз, себебі ыстық. Содан кейін қолымызбен тестамызды илейміз. Міне осындай тестамыз шықты. Енді оны қоя тұрып начинкамызды дайындаймыз. Кез келген начинкамен дайындауға болады, өте дәмді болып шығады. Менде бүгін 1 үлкен пияз, морковь, картошка және 300 грамм капуста. Ең алдымен пиязымызды турап, бұслай майда қуырып аламыз. Одан кейін үстіне теркадан өткізілген морковьті салып қуырамыз. Одан кейін туралған капустамызды салып қуырамыз. Картошкамызды теркадан өткізіп аламыз. Содан кейін оның үстіне бағанағы қуырылған заттарымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тестамызды 2 бөлікке бөліп аламыз, бір үлкен және бір кіші. Одан кейін жайып шығамыз. Противеньге пергаментімізді салып, үстіне май жағамыз. Үлкен тестамызды салып, оның үстіне начинкамызды саламыз. Барлығын жақсылап тегістеп, одан кейін үстіне екінші тестамызды салып, шеттерін видеода көрсетілгендей бекітіп шығамыз. Дайын болған пирогымыздың үстін бір жұмыртқамен жағып шығамыз. Осылай ортасын кесіп, үстіне кунжут немесе мак сеуіп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз осылай әдемі болып қызарып пісіп шығады. Дәмі өте дәмді. Тестасы кішкене слоеный сияқты болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте оңай, күнделікті қолданылатын заттардан жасалады. Мені видеоларым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.